Сосын тағы бір сұрағым бар. Енді қызбен жүріп жатсыз ғой қазір. Сол қызыңызды немесе болашақта өзіңіздің қызыңыздың жалпы қыз баланың, ер баланың үйіне тұрмысқа шықпай тұрып баруына қалай қарайсыз? Ол енді білмеймін. Бірақ менде болған мынандай ситуацияда ше. Бұрын болған. Өзің Айгүл қалайсыз? Жақсы, қалайсыз? Сіз қалай ойлайсыз? Тұрмысқа шықпай тұрып, жігіттің үйіне баруға? Жалпы болады кейде бір көмектессін деп шақырады, сондай жағдайлар. Мен барып, жігіттің жүріп жатырмыз, үй жинап беріп деген әңгімелер болып жоқ. Өте қарсымын. Тамақ істеп беру, үйленбей тұрып, үйін жинап беру деген нәрсе. Мен көмектесін. Не дейді? Сіздің үйіңізге алып бардыңыз ба? Ата-анаңыз бар үйге? Дұрыс па екен ол? Дұрыс емес деген қате. Енді егер енді ата-анасымен тұрып жатыр, үйіне қонақ шақырып жатса, сіз шақырса. Тем более жоқ, өйтіп ондай көмектесіп, ондай нәрсені ұнатпаймын. Үйіне барып, тірлігін істеп, үйленбей тұрып. Ондай ұнатпайсыз. Үйленгеннен кейін жалпы жасайтын ойыңыз бар ма, тірлік? Жасайсың ба енді? Жасайсың, амалың жоқ деп. Робот жасайды маған дейін деп қойсаңызшы. Ол тек келін болып келген кезде ғана апару керек екен. Одан ерте болмайды. Иә, одан ерте былай туысқан аға, жеңгенің үйін жағалау керек екен, иә? Солай. Галина үздік қатысушы деппін ғой, прикинь, аузыма салып отыр, ладно. Үздік ойыншы ма? Үздік ойыншы? Білмеймін. Кім дейсіз ба? Галина үздік ойыншы ма, соған лайықты ма деп жатырмын. Білмеймін, халық шешеді ғой. Халықтың дауысы, халық шешеді. Мен ешқандай емеспін. Мен халықтың алдына жүргісі барлығы халықтың алдында өздерінің шешімін болған жақсы. Үздік қатысушы болғың келе ма? Негізі ниетім бар. Вот күтеміз жаңа жылда, Алла қаласа, ниетім қалды.